Қайырлы күн, құрметті көрермен, қадірменді біздің жас достар, Тұран университетінің студенттері, оқытушылары, мына біздің шақыруымызды қабыл алып, осылай бізбен кездесуге жиналғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Былтырда біз сіздермен бірге тамаша кездесу өткізгенбіз. Содан кейін Олжас мырза Азамат өзі қайта бастама көтеріп, осында кездесулерімізді, жобамызды жалғастырайық дегеннен кейін біз осы Астана университеттерінің арасында бірінші рет осы биылғы жоба бойынша сіздерге келіп отырмыз. Біз былтырға Астана онлайн, мына Астана қаласының әкімдігінің біз Серпін әлеуметтік даму ұлттық қорымен бірлескен жобасы мемлекеттік органдар мен азаматтық сектор арасындағы сенімді диалогты қалыптастыру деген жобаны жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі біздің кездесуіміз пікірталас бағдарламасы деп аталады. Пікірталас кездесу тақырыбы өздеріңіз білесіздер, 8 қыркүйекте мемлекет басшысы Қазақстан халқына кезекті жолдауын жасады. Көп мәселелер көтерілді. Соның ішінде әрине жастармен жұмыс, мынау жастардың қазіргі заманауи талаптарға сай өздерінің азаматтық белсенділігі мен жауапкершілігін арттыру мәселесінде айтып өтті. Сондықтан біздің тақырыбымыз осы мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауы цифрлы қоғам тұсындағы жастардың азаматтық белсенділігі мен жауапкершілігі деп атадық осылай. Енді бүгінгі кездесуіміздің қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мұрат Абдулламитұлы Әбенов мырза, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, ұлттық құрылтайдың мүшесі. Бәріңіз таниды шығарсыздар, Бәрі танымайды. Таниды ғой. Олар шайдан Енді қазір міне 2-3 минутта кешірім сұрап жатыр. Мемлекеттік органда білесіздер ғой, жұмыс өте қат-қабат. Жаңа Мұрат Абдулламитұлы кешірім сұрап жатыр, оны мен айттым. Үмбеталиева Дина Абзалқызы деген Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің жастар саясатын үйлестіру басқармасының бас сарапшысы қазір келеді. Тағы бір азамат, ол Ермағанбет Марғұнанұлы, құқықты басқару жобасының авторы бар, өте қызық, сонда белсенді азамат. Ол кісі де бір іс-шарадан қазір келеді. Енді Нұрпейісов Алданыш деген ағаларын келіп отыр. Ол кісі көп жыл ұстаз болған, мектеп директоры болған, бір кереметі, бұл кісі мұны абай ілімін зерттеп, болмысты баптау, абай іліміне саяхат деген кітап жазған екен. Өткенде мен арнайы кездесу өткіздім, өте тамаша. Бүгін ол кісімен де сіздер таныссаңыздар, оған өкінбейтін шығарсыз деп ойлаймын. Күміс волонтер қозғалысының үйлестірушісі Ләззат Дүйсебайқызы апайларыңыз келіп отыр. Енді Олжас Айдосұлының ұсынысымен бірнеше осы өздеріңіздің араларыңыздан да біз спикер тағайындадық. Себебі біз өзіміз сөйлеп былай бастап бергенмен осы пікірталаста сіздердің белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Азаматтық белсенділік деп отқанымызда сол. Сондықтан дайын болған, яғни арнайы дайындалған немесе осы пікірталасқа кездесу білдірген, қызығушылық білдірген барлығыңызға сөйлеп пікір айтуға мүмкіндік туады. Келістік қой, иә? Енді мен бас жағында бір слайд көрсетіп жіберейін. Мынау жастардың азаматтық белсенділігі мен жауапкершілігі не туралы айтайын деп отырмыз. Бұл қоғамның тұрақты даму деген білеміз ғой, иә? Устойчивое развитие деген бүкіл ООНның концепциясы бар. Мемлекет пен ұлттың болашағының негізінің алғы шарты деп айтылған. Қандай керемет. Азаматтық белсенділік дегеніміз не? Жастардың өзінің әлеуметтік, саяси және мәдени өміріне қатысуға ұмтылысы, қоғамдық бастамаларға араласуы, өз көзқарасын еркін білдіру. Белсенді жастар өз құқықтарын қорғап қана қоймай, қоғамның әл-ауқатын арттыруға, әділеттілік пен тәртіпті нығайтуға үлес қосады. Солай ғой, иә? Мына белсенділік деген. Енді жауапкершілік, әрбір азаматтың жеке іс-әрекетінің қоғамға әсерін түсінуі, жастар жауапкершілікті сезінгенде олар тек өз болашағы үшін ғана емес, елдің дамуы жолы үшін де еңбек етеді. Бұл заңға бағыну, табиғатты қорғау, мәдени құндылықтарды сақтау, басқа адамдардың құқығын құрметтеу сияқты іс-әрекеттерде көрінеді. Міне қаншама нәрсе жатыр. Жауапкершілік пен белсенділіктің келесі. Келесі слайдты көрсетші. Ол жерде енді осының қандай әсері бар қоғамға.
бұл демократиялық мәдениетті қалыптастырады. Бізге керек па демократиялық мәдениет? Өте қажет. Еркін пікір алмасу, қоғамдағы әділ шешімдерді қолдау, мемлекеттің демократиялық дамуына ықпал ету. Әлеуметтік әділеттілікті бұл нығайтады. Белсенді жастар қоғамдағы мәселелерді көтеріп, оны шешуге атсалысады. Міне, соған қазір кірісіп отырмыз. Инновация мен жаңашылдықты алға жылжытады. Жастардың ой пікірлері тың идеяларға, жаңа бастамаларға жол ашады. Ұлттық бірлікті күшейтеді, жауапкершілікті ұрпақ өз елінің тарихы мен құндылықтарын сақтап, ынтымақ пен татулықты нығайтады. Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етеді, жастардың заңға құрметпен қарауы, белсенді және жауапты ұстанымы қоғамда тәртіптің сақталуына әсер етеді. Айналып келгенде қорытындыда мынандай резюме жасауға болады. Жастардың азаматтық белсенділігі мен жауапкершілігі қоғам дамуының қозғаушы күші. Әрбір жас өз орнын тауып, елдің болашағына үлес қосқанда ғана тұрақты әрі өркендеген қоғам құрылады. Керемет емес па, иә? Міне, сондықтан біз жайдан жай жиналып отқан жоқпыз. Бүгінгі біздің тақырыпта осы екі ұғымды ашуға өздеріңізбен бірігіп отырып, осы туралы пікір қозғауға жиналып отырмыз. Сондықтан сөздің басын Мұрат Абдуллович өзіңізге беремін. Рахмет. Ал құрметті жастар, құрметті бүгінгі кездесуге жиналған қауым, бүгінгі шараны ұйымдастырушы Серпін ұйымы, мен сіздермен кездесуге өте қуаныштымын. Жалпы бұл тақырыпта өзекті өте. Тікелей қазіргі заманға сәйкес келеді. Екінші, бұл университетте бізге маған өте ерекше, себебі енді белсенді университеттердің бірі деп айтсам, мен қателеспеймін. Астанада ең көп мен кіммен кездесемін? Осы Туран университетімен кездесемін, және мен байқайтыным, бұл жердегі жастар осы ішінен осындай белсенділікті қажет етеді, және осы жерге түскен балалардың ішінде үлкен бір мотивация, стимул бар. Ол тек қана сабақ оқимын, тек қана жақсы мамандық аламын емес, үлкен өмірде өзімді белсенді азамат қып танимын, және осы араласам, жақсы орта табам, өз-өзімді дамытам деген жастар байқаймын. Мен ойымша бұл өте маңызды мәселе. Осы Олжасты да сол үшін танимыз. Өткен жылы біз бірінші бастаған кезде көзімізге жарқ етіп түсті. Міне бір жылдың ішінде танымай қалып жатырмыз. Кешегі төмен курстағы студент бүгін республика деңгейінде, тек қана қала деңгейінде емес, оқу орны деңгейінде емес, республика деңгейінде танымалы азамат болып жатыр. Үлкен әлеует көреміз, потенциал өте жоғары. Мен ойымша, мен шынымды айтайын, даже Олжас мамандығын да білмеймін, нақты қандай екен. Бір-екі айтты, бірақ маған ол маңызды емес. Маңыздысы адам өзі белсенді болса. Сол себептен кейбір адамдар ойлайды ғой, мен мынандай мамандық алдым, мынандай оқып қалды, анаған түсе алмай қалдым, мынаған барамай қалдым, мүмкін асығыс таңдадым, гарант осыған ғана болды, соған түстім деп. Оған ешқашан ренжудің және өйтіп ойлаудың қажеті жоқ. Жалпы мен енді өзім осы бүгін жолдау туралы айтып жатырмын. Жолдауды қарасақ, әр адамға тікелей қатысты сияқты. Жолдауда өте көп мәселе, осы қоғам дамыту, жасанды интеллект және цифрлық қоғамдағы біз жауапкершілік белсенділігіміз деп айтты. Мен бірден жиналыста отырып, енді жолдауда жиналысы алдында құрылтай болды үлкен, мен құрылтайдың да мүшесімін. Тыңдап отырып, жолдауда өзім ойлаймын, тікелей мен өміріме қатыстым. Мен бір ай бұрын осыдан 60 жасқа толдым. Былай қарағанда біраз возраст енді. Бірақ тағы да бір үлкен дата өзіме 35 жыл бұрын бірінші рет мен оқу бітіріп, қолыма информатика пән мұғалімі деген алдым. Кеше ғана, бүгін міне жаңа Алматыда үлкен шара болып жатыр, педагогикалық университетте, Абай атындағы бірінші выпуск, ровно 40 жыл бұрын бастаған екен, біз бірінші выпуск болдық, мынау информатика пән мұғалім. Сонда қарағанда мынау ол кезде компьютер ешкім білмейді. Мен әскерден келдім, математикадан информатикаға ауыстым, және бәрі айтады, ол не деген мамандық, ол информатика деген. Маған өзіме ұнайтын. Бірінші компьютер тұстадық, жаңа сол кезде IBM деген компьютер
цветной Япониядан келді, бірақ не сол кезде бірінші программалар жазып, мен программаларым мультипликация жасадым сол кезде. Мысалы 35 жыл бұрын дипломный работаны сонымен тапсырған. Өмір бойы дәл сол мамандық маған көмектесіп шықты. Ары қарай өздеріңіз білесіз, цифрлық медиа шықты, әлеуметтік желі шықты, басқа бүкіл жұмысқа цифровизация араласты. Сонда мен қараймын, мұғалім болып бастадым, және ары қарай саясатқа алып кетті мені. Қай жерге барсам да мен алдымнан шығып тұрды. Цифровизация білетінім мен всегда лидер қылды. Ең бірінші мұғалім болып бардым. 2 айда өзіме кабинет жасадым. Қызылордада жаңа компьютер бойынша. Жарты жылдан кейін конкурсқа қатыстым, учитель года. Содан жеңіп шығып, бірден тағы жарты жылдан кейін бір мектепке завуч шығып қойды. Сөйтіп ары қарай карьерам басталды. Вице-министр образования деген жеттім. Уже 3-ші рет парламент депутатымын. Сонда мен байқаймын, сол кезде мен цифровизация бойынша жақсы мамандығым болған современный. Сосын енді әрине ол белсенділікке де тікелей қатысты. Одан кейін талай мамандық ауыстырдым, әртүрлі салаларға бардым. Өмірде енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Мен жайдарман туралы босқа айтып отқан жоқпын. Депутат болып жүрген 7-ші жылы, 8-ші жылдан бастап бір 7-8 жыл жастардың жайдарманында жүре болып отырдым. Енді басталып келе жатқан ойын, ол кезде тек орысша өтетін, көбінесе қазақшаға аударып, экранға шығарып, қазір енді көп бармаймын ол жерге, себебі мен қазір өз ойым керісінше жастарды басқа жобаларға қызықтыру болып табылады. Тағы да бізде бір үлкен жоба, мен өзім айналысқан кезінде саяси қызметтен 13-ші жылы жеке салаға кеттім. Сол кезде серпін деген жобаны өзім іске асырдым. Естігендер бар ма жоқ па, бірақ оңтүстіктің балдарын солтүстікке көшірумен айналыстым. Қазірге дейін 45 мың бала оқиды. Оқуға түсе алмай қалған балдарды біз алып барып, Қызылордадан, Шымкенттен, Тараздан, Алматы облысынан, Маңғыстаудан балдарды Петропавл, Павлодар, Өскемен, Қарағанды, Қостанай, Ақмола облысы, Көкшетауға алып барып, сол жерге оқуға түсірдік. Біздің ойымыз әрине 14-ші жылдары, сол кезде жайлап сол балдарды көшірсек, қазақи жаңағы мәдениет дәстүрлер барса сол жаққа деп. Содан бері 45 мың бала көшіп барды. Мынау үйім серпін деген сол кезде осы жобаны бастаған үйім. Сол себептен менің өз ойым жалпы азаматтарға қазір белсенділік өте қажет, азаматтық белсенділік. Соның ішінде цифровизация, цифрлық адамның белсенділігі, сауаттылығы, цифровизацияны пайдалану. Ол енді әрине цифровизация деген тек программирование емес, қай салада болса да бізде цифровизация керек, өзін таныту, білу үшін. Даже біз былай айтамыз, кез келген шараны өткізсек, ол шара әлеуметтік желіге шықпаса, өтпеді деп санауға болады. Білесіздер ғой. Бұрынғыдай мына жиналысып отырып өткізсек, это одно. Ал прямой эфирға шығып жатырмыз қазір. ютубқа, фейсбукке ертең шығады, ертең ары қарай нарезка жасап, әдемі сөйлеген адамдар шығарамыз. Сол арқылы ол жастардың бірінші роликтерін салдық, популярны болды, бәрі сұрайды, қайдан келген красавчик деп. Жаңағы былай енді себебі жұртқа танымалы болу үшін бүгін амал жоқ, цифрлық ресурстарды қолданбасақ болмайды. Біз парламент депутаты болыпты да, біз енді өз жұмыстарымыз осы цифрлық жүйе арқылы көрсетеміз. Сонымен қатар енді парламентте заң қабылдап жатырмыз. Мен осы цифрлық жүйеге көп қараймын. Үлкен проблемалардың бірі бұл цифрлық алаяқтық, мошенничество, да, мошеннические кредиты, сонымен айналысып жатырмыз. Өте көп адамдар алданып жатыр. Заң қабылдадық. Мен көп заңға нормалар ұсынып жатырмын. Адамдар алданбас. Банкілер жаңағы талап қояды. Вот вы позвонили, вы 4 цифры дали, все, на вас будет оформлен кредит, будете платить деп, талай адам қарызға кірді. Но на самом деле это не так. Никакой банк не имеет права на вас оформлять кредит, давать вам, открывать на вас счет, если вы ногами не пришли в банк, если сами не подписали. Получается, пользуются цифровой неграмотностью людей, на них оформляют кредиты. И люди, которые неграмотные, платят. А к нам пришли люди и говорят, мы не должны платить.
Вот ко мне пришел человек, говорит, за один день 5 банков 7 кредитов оформили, 16,5 миллионов в течение часа. Он говорит, не был я в этих банках. Не істедік, біз заявление жаздық, банки все отказали, все, мы ему спишем кредиты, главное, вы дальше ничего не поднимаете. Потому что банк виноват. Внутри банков сидят сообщники аферистов, и они выдают кредит. То есть человек грамотный имеет возможность не платить кредиты. Неграмотный человек, вы знаете, очень много суицидов, разводов, куча проблем, когда неграмотный человек, он идет, платит кредиты, жалуется, считает сам себя виноватым. Не виноват ты. И мы изменяем сейчас законом, я вписал туда в прошлый раз, что без биометрии, когда человек сам лично не подтвердил, не имеет права выдавать кредит. Не по номеру, коду, а биометрия, когда ты сам лично выступаешь. Без того, что ты ногами пришел, нельзя выдавать кредит. Одновременно в 5 банках нельзя выдавать кредит. В течение 24 часов, как кредит получил, кредиты мы замораживаем, что в течение 24 часов ты лично позвонил, сказал, да, это я хочу кредит. Вот мы сейчас такие изменения сделали. Это мы делаем. Второе, по кредитам тоже проблема, тоже безграмотность молодежи. Очень много молодежи попадается на дроперство. Говорят, дай твою карточку, давай воспользуйся, я тебе 100 тысяч тенге дам. Дай карточку, мы через свой. И вот студент отдает свою карточку, через его карточку 500 миллионов тенге. Все нормально? Тоже дроперством занимаешься. Вот через его карточку прокачивают в течение дня 500 миллионов тенге. Ему отдают 100 тысяч, он довольный. Он эти деньги снимает наличками, бежит через другую карточку, перекидывает. Они уходят за рубеж. А потом люди пострадавшие оказываются. Вот мы сейчас, я инициировал, теперь дроперство это преступление. Раньше они были свидетелями. Сейчас отдал карточку, все, будешь под суд уйдешь. А второй момент, келлингс, бергалей. Второй момент тоже связан с цифровизацией. Келлингс, вот он, да. Келіңіз, бұлар бірінші курс қой, сол себептен школьный настроение бар, адамдар келсе тұрады, жаңа, это жақсы тәрбие деген, молодцы, керемет. Вот бұл бойынша, дроперство бойынша, біз тоже, президент айтты, банк туралы послание айтты, жаңа заңдар, біз дроперство бойынша ұсыныс бердік. Егер қосымша сұрақ болса, мен жауап беруге дайын. Үшінші мәселе, тоже по цифровой культуре, это біз, мен қазір тұтынушылар құқығын қорғау бойынша заң жүргізіп жатырмыз. Соның ішінде неотрегулированная вещь электронной торговли. То, что мы покупаем, Каспиде, немен, очень много обманывают. Через Инстаграм реклама выходит, ақшасын төлейміз, товар дұрыс келмейді, басқа товар келеді, вообще келмей қояды. Или әртүрлі курстар пайда болады, да, мы там коучи, мы там психологи, мы там гадалки, мы там сүтсай, басқа там и так далее. Тоже қазір заңдастырып жатырмыз. Цифровой обман олды. Біз интернеттен бір нәрсе көреміз. Өткенде біреу сатып апты кожаный сумка мужской, да, мынандай әдемі сумка кожаный, картинка жақсы. А на самом деле вот такую сумку привезли, да, размер кішкентай, кожаный, да, но он же не подумал размер спросить, да, обман ғой, как детская сумка. Сондай сияқты қазір өте көп. Мен алам, затты ашам, не работает. Қайтып тапсырайын десем алмайды. Біз қазір соның барлығын қатаң талаптар жасап жатырмыз. И тогда мы будем уже наказывать не дропера, а вот продавцов. Вот сол себептен осындай ұсыныстар жасап жатырмыз. Мен енді оны айтып жатқаным, бұл қоғамдағы осы жастардың көтеріп жатқан мәселесі. Кстати, ол жас, егер будет желание, по электронной торговле проблеме я могу пригласить известных юристов, организации по защите прав потребителей и площадку здесь провести, чтобы такой, как диспут, сондай сияқты, чтобы молодежь сұрақтарын қойсын, бізде мынандай болып жатыр, бүйтіп алдандық, мынандай болды, сол адамдар сіздерге жауап беретін болды. Или здесь, или у нас, можно, там, чтобы это все в прямом эфире было. И енді осындай кездесудің пайдасы. Мен шынын айтайын, өткен жылы осындай бір кездесуде екі қыз маған
сұрақ қойды. Ол қыздарды алып қашу бойынша. Нарда шықтық айтады, не соңғы кезде қараймыз, қыздарды алып қашу бойынша телевизорден, хабардан өлеңдер береді. И так это же трагедия ғой біреуге. Хабардан, басқа теледидардан ән айтады, әнші известный. Сен мені жақсы көрмесең, маған бәрібір сен алып қашам, бәрібір сен алып кетем, куда ты денешься деген сияқты. Қалай? Мемлекет бұны пропускает на центральное государственное телевидение. Бұл қалай? Я как раз поднимал вопрос в парламенте қыз алып қашуға қатысты. Мен Атыраудан бір қыз жазды маған. 2 жыл бұрын алып қашты. 3 жігіт көшеден ұстап алды, машинеге салды. Видео есть, случайно сняли, анау камера. По дороге увозили, ол қыз қарсыласып, енді адайдың қыздары ғой, жаңа мінезі бар. Она выпрыгнула из машины итеріп, аналар ұрған. Сөйтіп секіріп түскен, жарақаттанған. Полицияға берсе, полиция қарамайды, екінші қараса, тағы қарамайды. Оказывается, в законе есть такое. Похищение деген бар, но егер отпустили, то можно не наказывать деген бар. Сонда 214 қыз арыз жазған 3 жылда. 10 арыз сотқа дейін жерген. Қалған жерін бәрі жібере саған. Сол қыздар айтады, как это в государстве у нас былай деп. Соны мен парламентте бір рет ұсындым, екінші рет. Мен енді 10 шақты жыл болды осыны жазып жүргеніме әлеумет желіде. Обал ғой. Әсіресе бізде оңтүстікте да. Енді мен қызылордалықпын. Кейбір қыздар ауылға келеді, ауылына баруға қорқады, өз ауылына. Біреу алып қаша ма деп. Оқып жүр, у нее другие планы. 70% таких браков заканчивается разводом. Болашақ бұл. Қыздар қазір басқа ғой, мінезі бар, арманы бар. Оны ешкім сұрамайды да. Мен айтам, жоқ, болған жоқ бізде онда дәстүр. Ал қашып кетті деген бар. Когда енді родители против, ұзату той жасаймайды, жігіттің жағдайы жоқ, там еще что-то, қашып кетеді. Ұзатпайды. Но добровольно. Алып қашу деген, это бүкіл ағайынна масқара ғой. Это, честно говоря, ол жасын сестренкісін бір алып қашады, да? Оның че, жылап анау не қылады, енді амал жоқ, мен қалам тұрмысты айтады ғой, ничего себе, как это менің, это же всю жизнь трагедия ғой, өзін жақсы көрмейтін адаммен тұрмысқа. Вот мен осы жерде тыңдадым, парламент сөйледі. Мен жақында студенттерге бардым. 2 қыз маған осындай мәселе айтты. Мен де сол сөйлеген сөзім бар. Осы Туранда болған әңгімені айттым. 2 қыз айтты. Как мы государством қыздарды қорғай алмаймыз? Не болды ма? Прокуратура қарсы, полиция қарсы өйтіп ужесточение. Соны президент әкімшілігіне жетті. Президент құрылтайда сөйледі, сөйтіп біз ұсыныс бердік. Июль айында қол қойылды. Енді просто алып қашса 2000 сағат жұмыс істейді қоғамда, көше сыпырады, или 7 миллион штраф. Екінші, или 20 миллион штраф, или 3 жылдан 5 жылға не сотталады. Егер группа лиц, бір бар ғой, бір әжейлер табалдырыққа жатып, мен үстімен аттасаң, қарғайым, бірінсе қылайым. Осы кемпірді де соттаймыз. Вот реально. Жеңгелер бар, екі қолынан ұстайтын. Олар да сотталады. Вот так айту керек. Біреуге есе жақындаса бірден айтып қою керек. Көресіңдер деп осыдан. Подружкаларың бар, басқа бар. Ал егер этой группе лиц или нет 18 лет, ал егер зақым келсе денсаулығыңа до 10 лет суда, тюрьмы. Өте жестко. Мы не для того, чтобы түрмеге отырды, чтобы никто не подходил қыздарға. Екінші, сталкинг деген норма ұсындық, когда қыздардың артын аңдайтындары бар ғой. Аңдып, анау қызы жоқ қорқады, ол болмаса да аңдай береді. Все, сейчас сразу полиция аңалсады, запрет қояды, жақындасаң, соттаймыз. И на первый раз штраф, там 3,5 миллион теңге, жақындамайтындар. Қыздарды қорғап атымыз. Но, честно айтайын, чтобы не было дискриминации, мы написали қыз алып қашу емес, принуждение к браку. Егер ол жасты бір принуждать етіп атсақ браку, шантаж жасап, маған үйленбесең сені құртам десе, и он может суд подать. Дұрыс қой? Ол жас байқа, мы тебя защитили.
Или жігіттің атынан, вот, ой, симпатичный жігіт екен, на корейского айдола похож деп. Если за тобой будут сталкивать, тоже можешь подать, қалай, ничего себе. Сөйту керек, а что, ничего себе. Енді айдол болсаң айдол шығар неге олар аңдайды деп. Вот такие, это польза от таких наших встреч деген сөз ғой. Сол себептен, құрметті жастар, белсенді болыңдар. Президент сол туралы жолдауында айтты. Міне бүгін министрдің өкілдері келді, осы тағы да ресми мемлекетте жасап жатқан нәрсе болады. Мен енді аяқ жағында тағы бір екі сөз қосып айтам. Тыңдағаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыздың кез келгеніне жауап беруге дайынмын. Рахмет, Мұрат Абдулхамитұлы. Жастарға қатты ұнады деп ойлаймын, өте. Енді сұрақтар болады деп ойлаймын. Көріп отырсыздар, біздің парламентте депутаттарымыз қандай өте қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеріп отыр. Заң болмаса болмайды, ол жай әңгіме қылып, осылай дискуссияға айтқанмен, депутаттарымыз осында кездесулерден сол проблемаларды шешудің жолдарын заңдастырады. Заң болмаса болмайды. Сондықтан заң деген ол заң алдында жауапкершілік бәрімізде. Енді осы тұрғыда әңгімені жалғастырамыз. Қазір мен ойлап отырмын, Дина Абзалқызы Үмбеталиева қатарымызға қосылды. Біздің Мәдениет және ақпарат министрлігінің бас сарапшысы екен. Сіз сәл кешірек сөйлейсіз бе? Жоқ, айта берсеңіз болады. Онда енді біздің тақырыбымыз осы, таныстыңыз ғой, бағдарламаны сізге жібердік. Рахмет келгеніңізге. Дина Абзалқызы, өзіңізге сөзге. Жастар, осы Тұран университетінің жастары өте белсенді осындай кездесуге бізге жиналып отыр. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті жастар, құрметті қоғам белсенділері. Мұрат Абдулхамитұлы, сізге де үлкен рахмет, келіп арамызда отырып өзіңіздің ойыңызбен, кезінде білім министрлігінде сіз біздің вице-министр болған кезде сізбен өте тығыз жұмыс істегенбіз. Бірге жұмыс істедік. Бірге жұмыс істедік, иә. Жастар комитетінде жұмыс істедік. Тамаша, көрдіңіздер. Осы кісілермен осындай ел ағаларыменен бірге жұмыс істеп, жастардың қазіргі саясатындағы жастардың бағанағы тұрмысын деген сияқты, дамуын деген сияқты, білімін қалай көтеру бағыты бойынша осы кісілермен бірге жұмыс істегенбіз. Енді осы жұмыс. Давайте вспомним, что мы первый закон о молодежи жаздық бірге, да? 2015 жылы. Түнімен отырып, жаңағы не қылып. 2015 жылы, 95 жылға заңды қазіргі заман талабына сай өзгерттік. Көптеген пікірталастар болды, көп депутаттар кейбір тармақтарға кішкене қарсы болып, жастардың да құқықтарын, міндеттерін. Мен болған жоқ бұл кезде парламентте қарсы болғандардың арасында. Бұл кісі бізге жетекші вице-министр болды. Сол біздің жасаған нормативті құқықтық актілерімізді осы кісілердің арқасында жылжытып, солай жасап отырдық. Енді бүгінгі күн енді жастар саласында өздеріңіз білесіздер, мысалы биыл уже 35 жылдай болып қалды тәуелсіздік алғанымызға. Бірінші күннен бастап мемлекетіміз жастарға өте ерекше ден қоя бастады. Сіздердің білім алуларыңызға, дамуларыңызға, жан-жақты болуларыңыз үшін солардың көп деген жобалары бар енді. Соның ең үлкен жобасы деп айтсам болады, мысалы, кезінде біздің жастар шетелге өте көп шыға алмайтын. Соның бірден болашақ бағдарламасы дейміз. Содан кейін енді осы Қазақстанда қалған жастардың ішінде оларды ары қарай қалай дамыту керек деген кезде, олардың шығармашылық жағы болса, білім жағы болса, жас ғалым деген жобаларымыз болды. Шығармашылық, тағы да спорт саласындағы, мысалы, дарын деген жобаларымыз болды. Содан кейін еңбекке тарту бойынша жасыл ел деген жобалар өздерің жақсы білесіңдер. Жасыл елдің аясында қазір бүгін Қазақстанда кеңінен жүріп жатқан Таза Қазақстан деген акциямыз болып жатыр. Ол Таза Қазақстан өзіміздің жақында ғана президентіміз өзінің жолдауында көтеріп кеткен бағанағы мәселелердің бірі экология мәселесі болды. Енді сіздер сияқты жастардың арқасында ортаны тазалауға көп үлкен бағанағы үлестеріңізді қосып отырсыздар. Ағаштар отырғызуға деген сияқты. Мысалы, бір өзіміз енді кішкене мысал айта кетейін. Бірінші жылы 2000 жылы бүкіл мемлекет органдар осыларға көшкен кезде, келген кезімізде астанамыз шағын ғана қала болатын. Содан кейін қыста әсіресе өте қатты жел болды. Тіпті Алматыда келген адамдарға ол кішкене бір біз үшін бір сондай бір енді
сарыарқаның құсын көрмеген ғой енді, тоңып не деген қатты жел деген сондай бір қорқыныштар болып енді солай болып келді. Ал қазір өздеріңіз байқасаңыздар, жылдан жылға бұл бағанағы желдің қазір мысалы айтып отқан ғой, желдің қазір бағанағы ықпалы да уже азая бастады, иә. Бұрынғыдай қатты оған бір алай түлей ақ боран деген қазір болмайды. Оның бәрі бағанағы экология саласында болған өзгерістер. То есть біздің қазір қаламыздың сыртында не бар? Үлкен жасыл белбеу бар, иә, он зеленый пояс деген. Ол қаншама ағаштар отырғызылды, оған қаншама жануарлар, құстар әкеліп бағанағы сол жерге бейімделді. Сол үшін қазір желімізде қазір бұрынғыдай енді қатты емес, астанамызда кішкене жылы болды, бір 40-45 градус деген қазір болмайды. Сол сияқты енді осындай бір экология саласындағы. Енді екінші бір мәселе, жастардың арасында патриоттық тәрбие дегенге елбасымыз, мемлекет басшымыз өте ерекше мән берді. Өзінің сияқты жастардың қолында мына патриот тәрбие деген. Ол тәрбие дегенде патриот. Мына өзіміздің елімізді жақсы көру деген сияқты. Еліміздің, халқымыздың дәстүрін ары қарай дамыта беру, ол үшін мына тілімізді дамыту деген сияқты. Бізде уже 1-2 жыл болып қалды, министрлік саласында өте үлкен жоба жүріп жатыр. Ақыл батыл деген жоба жүріп жатыр. Бұл интеллектуалдық ойын дейміз. Бұл қазақ тілін білетін жастардың арасында, қазақ тілін білмейтін өзге ұлттардың арасында қазақ халқының дәстүрін, тілін, әдебиетін, тарихын бойынша әртүрлі сұрақтар арқылы өзімізге тартып, біздің еліміздің бағанағы бүкіл болмысын ары қарай енді аясын кеңейту саласында болды. Енді айта берсек енді көп дүние. Иә. Енді мүмкіндік болса енді егер сұрақ болсындар саған қойсам. Жақсы, рахмет. Иә, сұрақтар енді сізге де. Дұрыс айттыңыз. Бұл жерде көбінесе бірінші курс студенттері қорқып келуі мүмкін ғой, ата-анасы жаңағы салқын екен, ондай емес. Біз 2007-де көшіп келгенде құлағымызды түсіріп алғанбыз. Қазір ондай қыс жоқ. Қыстай шапкасы шықты. Енді жақын жерде не қыламыз ғой. Күн бір жағы жылда, екінші жағы мен өз ойым. Астана жастар қаласы болды. Жүрегі жанып тұрған осы энергичный жастар көбейгесін қалада жылып келе жатыр ғой деп өзім ойлаймын. Так что бірінші курстар қорықпаңдар. Осындай белсенді болсаңдар, вы тоже Олжас сияқты жарқырап жүрсіңдер. Онда Олжасқа сөз берейік. Да. Вообще лидер Олжас, танып алыңыз. Вы же с молодежью работаете. Это открытие бізге в прошлом году. Олжас Самархан деген азамат. Микрофонда или не бар ма? Сіздер білесіздер ғой, бұның барлығы запись жүріп жатыр, видео запись. Әлеуметтік желіге таралады. Сондықтан сөздеріңіздің барлығы кәдімгі қоғамдық ортаға таралады. Пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз, видеороликтер шығады, мақалалар шығады осы кездесу туралы. Енді министрліктің адамдары келіп, сондай кезде мен өзім солай өзім ойлаймын. Белсенді жастар ойын қойып, сұрақ қойып, бір жағынан өз-өзін дамыту ғой. Мен өткенде ЕНУ-ға бардым, өзім тәжірибемді айтайын. ЕНУ-ға бардым, местный государственный управлениені бітіріп атқан студенттер ғой, бір бала последний курс уже біз апрельде бардық, қолын көтереді. Осы Мұрат аға, сіздер айтасыздар, возможности много. А бірақ мен местный государственный управлениені бітіріп атырым, до сих пор уже апрель, болашақ жұмыс орын белгісіз дейді. Я говорю, а сен осы уақытқа дейін біздің мероприятияларға қатыстың ба? Шараларға қатыстың ба? Где-то мақала жаздың ба серьезно? Вот өзің лидер болдың ба, активист болдың ба? Жоқ дейді. Енді твоя специальность такая өзі. Сен қалай 4 жыл бойы дискотека бардың, басқа қадардың, жаттың, ұйықтадың, опомнился. На 4-м курсе мені ешкім танымайды, жұмысым бай. Конечно, вот сол себептен ол да өте маңызды нәрсе, белсенді болу, да? Олжасқа дейін сөз берін олында айтып отырмын, да? Реклама жасап, давайте. Рахмет, қайырлы күн баршаңызға. Мен өзімді таныстырып өтсем, есімім Самархан Олжас Айдосұлы. Қазіргі таңда осы жуырда ғана тағайындалдым. Астана қаласы бойынша Жастарбаз әскери патриоттық қозғалысының қалалық төрағасының орынбасары атандым. Және де қазіргі таңда 2-ші курс оқып жатырмын. Жалпы мамандығымды айтып өтсем, енді мамандығым негізі ақпараттық жүйе IT саласында оқып жатырмын. Және де қазіргі таңда осы университет қабырғасында студенттік омбудсман, осы студенттердің құқығын қорғаумен айналысудамын, студенттік ректормын десе де болады. Енді жалпы тақырыбымызға тоқталып өтсем,
мен бұл жердегі тақырыбым міне қоғамдық мәдениетті арттырудағы жастардың азаматтық белсенділігі және жауапкершілігінің рөлі. Мен осы уақытқа дейін қаншама ой қозғап келе жатырмын. Көптеген жерлерде де ұсынысымды айттым. Енді бүгін осымен бастағым келіп отыр. Жаңа сіз патриоттық тәрбие жайлы айтып қалдыңыз ғой. Патриоттық тәрбиемен қазіргі таңда біз өте қарқынды жұмыстар жүргізудеміз. Мысалы, ерлік сабақтары ардагерлермен бірге жастар бас қатарында жүріп. Одан бөлек біз көптеген өрт сөндіру бөлімдері, әскери бөлімдерге арнайы профориентациялық жұмыстар жүргізіп, 5-ші сыныптардан бастап 11-ші сыныпқа дейін арнайы жастар бас сыныптарын аша отыра, сондай адамдар арнайы экскурсиялар өткізудеміз. Жалпы мақсатымыз ұлтжандылық бағытындағы патриоттық тәрбиені дәріптей отыра жастарды жаңа жақсы бір рухани орта қалыптастыру мақсатымызға айналып отыр. Енді басты осы тұста мен мысал келтіріп өткім келіп отыр. Осы біздің жалпы жастар бас қозғалысы қазіргі таңда 2018 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр ғой бізде арнайы. Міне бізде басты көз жеткізетін оқиға 2023 жылы 22 қарашада Іле ауданы Өтеген Батыр кентіндегі номер 24-ші лицейде 8-ші сынып оқушысы Ақжол Герой 219 бағдарлы автобусқа отырған болатын. Сол уақытта белгілі бір себептермен автобус жүргізушісінің инфаркт орын алып, сол уақытта тоқтатып үлгерген болатын. Ол кезде біздің тәрбиеленушіміз өте жас болған, енді 7-ші сынып қана оқып, осындай ерлік көрсеткен болатын. Бұл біздің басты мақтаныш ретінде көрсететін тұлға ретінде қалыптасқан жас жеткіншектеріміздің бірі. Енді өзім де қазіргі таңда 18 жастамын, осы 2-ші курс студенті бола отыра. Енді осы жазда Айбын әскери патриоттық жастар жиынында осыған дейін үздік жастар бас атанып, осы жолы арнайы ұйымдастырушы ретінде шақырылдым. Сол жерде арнайы жоғары бас қолбасшы елбасы осы бір президентіміздің алдында сөз сөйлеу бұйырған еді. Сол кезде мен өте қуанышты болдым. Мен қаншама жыл қазіргі таңда өте жақсы көмектер жасалып жатыр ғой, оқушыларға да болсын, студенттерге болсын. Егер сен еңбектенсең, еңбегің ақталады. Қанша жерден сен қандай положениеда болсын, сен өзіңді дәлелдеп шыға аласың. Мен өзімнің көзім жетті. Мен қаншама енді біз көбінесе қазіргі тілмен айтамыз ғой, гештальт дейді ғой. Тура солай қазіргі біздің өзіміздің тілмен армандардың бүкілі шынайы өмірге айналып келе жатыр. Міне мысалы Мұрат ағамызды да мен қаншама оқушы кезімізде бақылап сізді көретінбіз. Қазіргі таңда сізді былтыр ең алғаш Астана онлайнға қатысқанда сізді көріп қуанып кәдімгідей риза болған болатынбыз. Тура бір жыл ортаға сала сіздерді осы университетімізге шақырып, осындай жиі осындай кездесулер ұйымдастырып отыру біз үшін осы Қазақстан қарулы күштерінің ұраны айтпақшы міндет, абырой, ерлік десе де болады. Енді мен жалпы көтерілетін мәселелер өте көп, бірақ та мен осы білесіздер ғой, Алаш идеологиясына өте жақын. Жалпы Абай елінен болғаннан кейін Абай атамыздың толық адам концепциясы бар, соның бүкілін оқып, жалпы сол нәрседен күш қуат аламын. Енді мен өзімнің бір нақыл сөзімді айтқым келіп отыр өзімнің атымнан. Ұлтқа қызмет ету құр сөзбен емес, ұрпаққа бағыт беру арқылы жүзеге асады. Біз қаншалықты өзімізді жасөспірім ретінде қалыптастырсақ та, біз ата-ананың алдында әрине бала ретінде қала береміз, бірақ та қоғамға көшкенде, қоғамда біз әрқашанда адамдарға өнеге бола білуіміз керек. Сен қарапайым 15 жастағы баласың ба, сен ертең көшеде белгілі бір үлкен буыннан адам кетіп бара жатса, ол кісіге құрмет көрсетіп, басқаларға ілтипат көрсетіп, сол арқылы сен адамдарға кумир ретінде көріну керексің. Сен қандай жаста болсын, қазіргі заманда енді постиндустриалды өркениет болғаннан кейін жалпы әлеуметтік желі дамып кетті ғой. Әлеуметтік желі арқылы 1 секундтың ішінде танымал болып жатады. Сол үшін де мен айтқым келеді, 1 секундтық танымалдық үшін емес, жалпылама ертеңгі күнге сол алаш зиялыларымыздың ұстанымы бойынша нақты ұлтыма, жұртыма деп жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Өйткені біз алаш зиялылар мысалға келтіре аламыз. Ол кісілер өздерінің басты бір міндетін жоғары қойып отырды, ұлтты жоғары қоя отыра, олар ұрпағында қиды десе де болады. Олар қанша жерден көзді ашамыз деп осындай белгілі бір істерге барған болатын. Енді мен Мұрат ағамызға ұсыныстар, осы жалпы ертең сіз мәжіліс залында да депутаттық сауалдар көтересіз. Ризамыз, жалпы біздің жастардың қаншама рет бақылап отырамыз. Сіз мұн жақтағы сөздер айтылады, сол сөздер осы жерде қалмай, соны ар жақта да көтеріп жатасыз. Біз өз көзіміз жетіп, сізге ризашылығымызды білдіреміз осы Тұран Астана университетінің атынан. Рахмет. Сол енді келесі мен осы нақты ұсыныстарыма тоқталып өтсем. Енді ұсыныстар көп шыны керек. Енді
біз жалпы қазіргі таңдағы тақырыбымыз цифрлық қоғам жайлы болып жатыр ғой. Біз қазіргі таңда міне Digital Bridge атты жылда өткізілетін осындай форумдар өте әдемі деңгейде өткізілуде. Міне бүгін де өткізіліп жатыр. Біздің ректорымыз дәл қазір сол форумға қатысу үстінде арнайы осындай мәліметтер жинап. Енді мен басты бір ұсыныстарым бірі қазіргі таңда сапалы интернетті жүйелеу. Бізде ауылды мекендерде, ауылды жерлерде мүлдем Wi-Fi жүйесі істемейді. Ол мысалы өзім туып өскен ауылым Абай болса Жарма ауданы Қызылағаш ауылы, сол маңайда Жарма ауданында мүлдем Wi-Fi жүйесі өте нашар. Тіпті қарапайым телефонный разговорлардың өзіне бізде қазіргі таңда қарапайым ескі телефон ұстауға тура келеді. Андай простой телефон деп айтамыз ғой күнделікті өмірде. Сондай. Ал енді біз қанша жерден цифрлық қоғамға көшеміз, міне Алатау Сити құрылады, бірақ та біз ең бастысы өзіміздің қазақ атамыз немен күн көрген, ол әрине ауыл шаруашылығымен. Жалпы ауыл шаруашылығының өндірісін дамыта отыра, ол жалпы өнеркәсіп ретінде қалыптастырып, соны нарықты ішкі нарыққа көңіл бөлсе деген ой. Енді әрқашанда ешқандай мемлекетке бағынышты болмау үшін ішкі нарығында түзеу керек дейді ғой. Сол үшін де міне ішкі нарық арқылы жалпы өзіміздің әлеуетімізді, экономикамызды көтерсек дегенде ойлар бар. Ол үшін әрине бірінші орында бізде ұтымды жағдай ол әрине ауыл шаруашылығы. Сосын бізде келесі, біз жалпы қазіргі таңда айтып өткенде көшпелі көрме, сондай үлкен іс-шараларды жиі ұйымдастырудамыз. Осы іс-шаралар арқылы мен көзім жеткені көптеген білім беру мекемелерінде шыны керек кейбір өзімді де былай жастарға ақыл айтатын жаста емеспін деп айтамын, бірақ та әрқашанда айту мен үшін парыз. Өйткені көріп жатамын, кейбір мысалы осы бір колледжға бардық, сол колледжде арнайы осындай іс-шара ұйымдастырдық ардагерлермен. Ауған соғысының ардагерлерін шақыртып арнайы оларға күшті бір іс-шара ұйымдастырған болатынбыз. Бірақ іс-шара барысында залда отырған оқушылар біраз күлкіге айналып, біраз іс-шараны бұзған болатын. Сол кезде мен артынан оларға айтқан болатын едім, сол сөз кезегі маған келгенде. Біз кешегі күнімізді, дәл осы ардагерлер біздің жанымызда отырған ертең тарих бетіне түседі. Сол біз кешегі күнінде қателігі сол. Бар кезінде тұлғамызды бағаламау, ол әрқашанда ол өте қасірет десе де болады. Қаншама жылдық құлдық санада келіп, осында енді ғана тәуелсіздікті иелене отырған кезде осындай бір заттарға бой беріп қою біздің өте үлкен қателігіміз деп білем. Енді келесі осы біздің көтеретінем, бізде қазіргі таңда жалпы жастардың ұйымдары өте көп, өздеріңіз білесіздер, міне партия тұсында жастар қанаты өте көп, сондай және де университет қабырғасында еркін түрде студенттерге осындай клубтар құруға рұқсат беріледі. Бірақ та мен осындай бір ойға тоқталып отырмын қаншама рет. Енді мектеп кезінен де мектепшілік ұйымдарды басқарғаннан кейін мен көзім жеткені, біз жалпы әрбір университеттің клубтарын жүйелеу керек. Өйткені біз мысалы бір университеттің өзінде 15 ұйым болса, 15 ұйымның әрбіріне мысалы төраға сайланады енді студенттер қатарынан. Ол әрбір адамға жауапкершілік беру әрине дұрыс, бірақ та оның өзі ертеңгі таңда бізді андайға көбінесе андай өзара бәсекелестікке әкеледі. Ол әрине дұрыс, бірақ та бізде басты бір принцип ол қазіргі таңда осындай қағида жүріп жатыр ғой, біртұтас ел, біртұтас жер. Осы қағида аясында жалпы әрбір университетке бір нақты ұйымды ұйымдастырып, жалпы университеттер арасында ғана арнайы бәсекелестік орнатса деймін. Өйткені қазір сондай енді қазақ халқының өзі білеміз ғой, бір-бірімен бәсекелестіктен өте қатты оқиғалар да орын алып жатады. Сол үшін университетте де жалпы қоғамдық ұйымдарды біртұтас жүйеге келтіру керек деп ойлаймын. Ол мысалға идеологиялық бағытта да жалпы ұйымдар көп қой, солардың жұмысын біріктіріп, бөлмей біріктіруіміз керек. Мысалға осы айтып өтті ғой, Жасыл ел жобасы өте керемет. Қазіргі таңда алдыңғы іс-шарада да атап өттім, Таза Қазақстан акциясын. Ол жайлы бізде арнайы немізде бар. Президентіміз жолдауында айтты, 860 мыңға гектар жуық аумақ тазаланған болатын, 4 миллионнан астам ағаш отырғызылды. Бұл біздің жалпы осындай іс-шаралар таза ойдың, таза сананың қалыптасуына әсер етуде қазіргі таңда. Бұл андай және де Мұрат ағамыз айтып өтті, жаңа ғана видеоға арнайы түсіріп, сол қазір видеосы жұмыс жүрмейді деген. Оған өзімнің де көзім жетіп келе жатыр. Қазіргі таңда көптеген ұйымдарда жүргеннен кейін бізден тек қана видео сұрайды. Мысалы ертең белгілі бір жерге барғанда жоспарында тапсырған кезде, мысалы отчет берген кезде видео жоқ па, іс-шара саналмайды дегендей кей кезде не болады. Бірақ та сен қанша жерден адамдарға
сол аудиторияға қандай күшті әсер қалдырсаң да сондай ауыр тиеді екен сондай нәрселер. Андай видеоға түспей қалатын кездер ол қарапайым түрде орын алады ғой, ол память өшіп қалуы мүмкін, сол секілді сондай нәрселер не орын алып жатыр. Сосын біз сізге қарапайым университет студенттерінен ұсыныс тастағымыз келіп отыр, Мұрат аға. Енді біздің университет қабырғасына жаңа арнайы мамандар шақыра аламыз, солармен арнайы заңдарды қарастыруға болады деп айтып қалдыңыз ғой. Тура солай бізде юриспруденция мамандығында, құқықтану мамандығында өте белсенді жастар бар. Қазір іс-шара соңында да сөйлейтін спикерлер де бар, қатарымыздан шығып отыр. Сол айтқым келіп отырғанда мәжіліс залына сізбен арнайы бір, енді өзіңіздің уақытыңызға ыңғайлап, әрине мәжіліс залына арнайы бір 20-30 студентті болсын арнайы экскурсияға апарсақ деген ой бар қазіргі таңда. Енді сосын бізде тағы не айтып өтсем, иә, сол жалпы енді біз әрқашанда дамытуымыз керек, ол қол өнерді ұмытпауымыз керек. Алдыңғы жылы біз алғаш Астана онлайн диалог алаңдарында да осы қол өнер жайлы көтерілген болатын. Арнайы кейстер ұсынып, міне сізді көргеніме қуаныштымын. Алдында ғана осындай арнайы волонтерлік, ортақ волонтерлықтар құрсақ дегенде ой бар. Күміс еріктілер волонтерлігімен біздің жастар бірге атсалысса керемет емес пе? Ертең кез келген іс-шарада, мысалға сіздер ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында айттыңыз ғой. Осындай іс-шаралар ұйымдастырудамыз, осындай арнайы профессорларды жинап біз сабақтар өткіземіз деп. Біз де өз тарапымыздан волонтерлік іс ретінде әрине әрқашанда қолғабыс артық етпейді ғой. Біз әрқашанда осы университет қабырғасындағы жастармен сізді қамтамасыз ете аламыз әрқашанда. Енді рахмет, әзірше айтарым осы. Мен артынан да сөйлейтін жастар тарапынан адамдар көп. Рахмет. Онда рахмет. Мен Олжас бір тамаша ойларды айтты. Мен бірден ұмытпай тұрып шегелеп кетейін. Ол қалай дегенмен де біз білеміз ғой, бұл жерде өте нақты. Жаңағы біраз мәселелер жазып алдым. Дина Абдалқызы біледі ғой да, біз көп жағдайда біз жастардан ұсыныс түспейді. Бәрі отырамыз, ресми өтеді. Әсіресе бір ұлттық ресми деген университеттерге барасың, кілең шынымен ресми өтеді, ешкім сөйлемейді. Жаңағы дайындалған нелер айтады, все, біз қайтамыз. Вот өткен жылы біз Туран университеті маған ұнағаны, реально өте белсенді азаматтар. Біріншіден, жаңағы мен Олжас дұрыс айттың. Мы өткен жылғы сіздердің арқаларыңызда 2 заңға өзгеріс енгіздім. Вы можете сказать, Туран университетінде туындаған ой, қыз алып қашуда осы Туран университетінің қыздары қоймай жүріп ұсынып тоқтатты деп айта аласыздар. Сол себептен ең бірінші мен алысқа бармай тұрып, Олжас ойың өте терең. Кеше көрдіңіздер ғой, Қайрат футболында. Случайно жаңағы Шерхан деген бала случайно воротаға барды. Потому что анау ауырып қалды, анау битті, сөйтіп, ешкім жоқ. 17 жасар бала болды да, звезда болып кетті. Мен кеше қарап тұрмын, кішкентай кезінен пысық болған екен. Я сегодня утром увидел, 5 жасар бала билеп тұр неде. Әжесі артынан жүгіріп жүр. Сонда ойлаймын да, сен айтқан. Әжесі атасы тұр қасында. Анау кішкентай баланы артынан әке-шешесі емес мүмкін әжесі. Сонда мен ойлаймын, кішкентай кезінен байқап, ғана шын белсенділер шығу керек. Ол мәселе байлықта, ақшада, кейбір кезде ойлаймыз ғой. Кезінде футболға анау Бразилияға байлар балдарын жіберді, бірақ одан ештеңе шыққан жоқ. Мынау шын талантты балалар, өзімен өзі алдындағы Сатпаев та шығып жатыр, жаңағы мына бала шықты. Бәрі 18-дегі балалар, жұлдыз уже. Әлемде жұлдыз болады. Сол себептен өздерің сияқты, Олжас, я просто не хочу перехвалить, бірақ Олжас сияқты замандастарың, они могут также быть известны. Екінші мәселе, мынау біртұтас ұйымға мен қарсымын өзім. Неге? Конкуренция болу керек ұйымдардың, жастардың ортасында. Я тоже думал, кезінде, помните, біз ойладық, жас ұлан сияқты басқа бір ұйым қылып жасайық дедік, болмайды екен. Оның ішінде кілең жаңағы тек карьеристер шығатты алға, шын белсенділер не хотят так работать, они не хотят, чтобы оларды шектеп не қылсын. Сол себептен мен за конкуренцию. Мүмкін шын ұйым болса, сен сияқтарында көрінбей қалады. Пока сен жетем дегенше қартайып қаласың уже. Университет бітіресің, уже қызықпай қаласың. Я өзім ойым солай. Мероприятиялар бойынша мен ұйымдастыруға дайынмын. Сен аудитория неғысаң, мен нужно МВД-ден шақырам, тақырып бойынша. Нужно прокуратурадан шақырам, тақырып бойынша. Можно здесь
А можно там, почему? Потому что, помнишь, ты же айтып жатсың ғой, медиа. Вы нашу студию видели, новая студия ашылды Серпіндікі. 40 адам жиналады, кругом камеры, в прямом эфире, там можно и шоу проводить, и концерты проводить, все, яркий свет, YouTube, Facebook, бірден, TikTok, барлығын жасауға болады. Наоборот, мы от вас инициативы ждем. В виде дебатов, бірден голосование жасап, екі жаққа біреуді дебатқа шақырыңдар, басқа университетті. Онлайн голосование жасаймыз, бірден эфирға шығады. Полная технология есть. Из-за этого здесь тоже проведем, но подумайте туда. Вот у вас же есть талант, Валдар. Пусть кто-нибудь предложит. Пусть из вас кто-то будет ведущим проекта. Солай шығады ғой. Кеше шықты ғой міне жаңағы Шерхан деген бірден жұлдыз болып кеттік. Кеше ғана ешкім танымайтын адам бүгін бәрі. Я еще более того, вот то, что саясат бойынша айтып жатқаным, сделайте жаңағы Астана жастар деген передачу. Ну, Астана деген политика ғой, Астана онлайн төгергенде жастар бойынша. И интервьюге шақырыңдар, жүргізіңдер, аптасынан бір рет шолу жасаңдар, аптасынан мынандай өзгеріс болды, мынандай заң қабылданды. Керек па депутаттарды шақырып беремін. Өзің интервью ал, шық, пусть сені танымал, жаңағы каждый аптаның бір рет суббота күні кеп эфирға шығып, жаңағы өзгеріс туралы полный расходты өзімізге аламыз, сен тек қана 30 минут эфирға шықсаң, қасыңа біреуді алып ал. Рассуждай, айты, осы аптада мынандай заң қабылдады, мынандай форум болды, біз былай ойлаймыз деп. Я қолдауға дайын. Третий момент сразу хочу тебе предложить. Вот у нас есть формат депутаттың қоғамдық көмекшісі деген бар. Я тебе приглашаю, менің көмекшім болуға, ресми удостоверение береміз, парламентке кез келген кезде кез келген кезде. Давай мен тікелей, мынау қойып атқан сұрақтарың, ұсыныстарың керемет. Мынау министрліктің адамдарда отырған, мен бірге жұмыс істедік, кезінде заңдар жаздық. Олжас, лично өзіңді шақырам, маған қоғамдық көмекші бол. Сонда сен барлық жиындарға қатысасың, барлық заңдар қарағанда қатысасың, пікірлерін айтасың. Сонымен қатар ты от нашего имени имеешь право выступать. Біз маған хат жібересің, жастардың арасындағы проблема жіберетін боласың. Хорошо? Бір тұтас мынау үлкен кісілермен байланыс. Вот на самом деле сен дұрыс айтасың. Бізде көріп тұрғанымыз қоғамда ең белсенділер это или молодежь, мен енді талай жыл осы салада жүрмін ғой. Или жаңағы қолы бос пенсионерлер соған. Ортасы, как правило, бәрі жұмыс істейді. Мен бұрыннан бері айтып жүрмін. Или жаңағыдай платный НПО, который әйтеуір жаңағы тема болса болады, болмаса болмайды деп жүргендер. Реально белсенділер қазақтың қоғамында сондай. Ақыл жастан дейді. Жастарға белсенділік береді, потому что олар жүрегін жұтқан период. Или уже өмір көрген адамдар ақыл айтады. Мен даже керісінше кешегі қарайын бір блогерлер 30-40-қа әлі жеткен жоқ, жұртқа бәріне ақыл айтады. Қоғам былай болу керек, мынандай бүйту керек, мынандай. Айналайын, откуда ты знаешь это все? Вот сол себептен мен сені идеяны қабылдайын, да, подумаем. Екі топты байланыстыратын бір ортаны іздейік, да, то есть мен өткенде де бір ойластырдық, сабақтастық деген, помните, бір өткенде ойға келді ғой. Потому что әр жерге барамыз. Орта деңгейлер, или он где-то работает, қорқады айтуға. Айтсайшы, қорқады. Кешеде мен ана кісі сөйлесін, мені қорқам, вдруг мен жұмыс істеймін, біреу мені бәле қалам, анау. Қорықпайтындар или пенсионер, или жастар. Третий момент, видеопроект бойынша айтындар, қолөнер бойынша. Біз өткен жылы серпін бойынша біраз адамдарды қолдадым. Біз даже какое-то время жастарға, кто-то помнит, бір коттедж снимать еттік, 10 проект бойынша біз ақша тауып бердік. Частный ақша ешқандай. 10 адамға айтып, сколько бизнес-проект есть? Давайте ұсындар. Содан 3 проект қазір живой до сих пор жұмыс істейді. Пробовали разные. Парикмахерский ашам дейді, басқа дейді. Мен үлкен бизнесмендерге айттым, простойдың балдары, серпін бітірген. Бірақ хотят өз-өзін дамытуға. Вот даже қолөнер деген, с одной стороны қолөнер, с другой стороны это и возможность будущего бизнеса, да? Мен өзім қанша уақыт студент болдым, бірінші курстан бастап постоянно жұмыс істедім. Ақша таптым, не қылдым, я уже еще советское время. Так что ондай қолөнер в последующем бизнес. Кеше маған бір қыз келді, оказывается, тігеді екен, колледж бітірген. Мен осындай идея қарадым.
мы сейчас есть спонсор нашли, анау не жасап жатыр, как анау кукланы атқанда қазір модный балабу, лабубу, обязательно балабу деген қазақша кукла жасай. Мы с Китая все запчасти алдырдық, лицо, руки. Мен өзім қарап жүрмін, өзім саған ақша алып бердім, да, тік деп. Уже 10 шақтысын тігіп тастады, 17 қыз тігіп тастады. Бір қыз келді, ана қазір анау открыткалар жасап жатыр. Енді біз ұлттық мерекелеріміз ғой жаңағы День Святого Валентина орнына мына жағына, жаңа 16 декабрь, 25 октябрь қазір суретін салып жатыр. Біз оған қазір спонсорлар іздеп жатырмыз. Ол енді ешқандай біздің қоғамдық проект емес, просто лично бізге келеді, бізге көмектесіңіз. Так что құрметті жастар, идеяларыңызды айтыңыздар, мен уақыттарыңызды алмаймын, мен кешірім сұраймын, да. Жақсы. Олжастың бүгін жұлдызы жанып жатыр, байқадыңдар ма? Шерхан сияқты. Енді Мұрат Арменовичке көмекші болып жатса керемет. Енді осы белсенділік деген осы нәтижесі. Сондықтан Олжастың жалғыз өзін айтып жатырмыз. Олжас сияқты азаматтар осы арада да отыр деп ойлаймыз. Қазір ол кісілерге де сөз береміз. Жалпы бәрімізде мүмкіндік бар, қазір мүмкіндіктер заманы ғой. Енді жаңа Абенов мырза айтып кетті, мынау ұрпақтар сабақтастығы деген тұрғыда бір-екі кісіге мен сөз бергім келіп отыр. Өйткені осы теманы жалғастыру үшін да Ләззат Дүйсебайқызы өзіңіз қысқаша ғана айтсаңыз, бұл кісі күміс волонтер деген қоғамдық бір қозғалыс ашқан. Түсінесіздер ме? Күміс волонтер деген неге күміс? Иә, күміс деген, күміс жас деген бар. Серебряный возраст. Сол туралы өзіңіз қысқаша айтыңыз. Иә, жаңа айтып жатырмыз, бұл жалпы мен күміс волонтерлықтан 2019 жылы Алматы қаласынан бері айлансам, 2021 жылы осы Астана қаласына келдім. 22 жылдан бастап Астана қаласында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы деген зейнетке шыққаннан кейінгі зейнеткерлердің денсаулығын әлеуметтендіру, ол кісілерге жаңағы дене шынықтыру менен әртүрлі жаңағы кружоктар ашып беріп, клубтар ашып беріп, бұл кісілердің белсенділігін арттыру, және бізде жаңағы әдебиет клубтары бар, интеллектуальный зияткерлік клубтар бар. Мысалышы, бұл кісілер зейнетке шыққаннан кейін зейнетке шықтық болды деп милар ұйықтап қалмау үшін ары қаратай өздері қоғамда дамытып, қоғамға пайдасын тигізу үшін, ұрпақтар сабақтастығын ары қаратай жалғастыру үшін біз көптеген клубтармен жұмыс жасадық. Сол мекемеде мен 3 жылдай ұйымдастырушы болып жұмыс жасаған кезде, кірген бойда мен сол осы күміс волонтерлар клубын аштым. Сол клубты сол кезден бастап жүргіздім өзім. Сондағы менің алдыма қойған мақсатым мынау болды. Және сол менің мақсатымды құптап, менің соңымнан ерген қазір Астана қаласында 70-тен арта 100-ге жуық волонтерлар бар, күміс волонтерлар. Олар қазір республикалық волонтерлық сетке тіркелген. Ол кісілер өте белсенді. Мысалы, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, Олжас, өткенде де айтып кеттім. Мен айтам, бізге мемлекет осындай бір жақсы орталық ашып берді. Біз осы уақытымызды сол жерде өткіземіз. Өнермен, қол өнермен, музыкамен, домбыра үйренеміз, тіл үйренеміз, ағылшын тілдерін үйренеміз мысалы. Сосын кейін жаңа смартфондарды келіп жастар бізге үйретеді. Назарбаев мектебінде волонтерларымыз бар, солар келіп бізге смартфондар үйретеді дегендейші. Біз қандай осындай зейнетке шықсақ та, бірақ біз мына өмірдің ағысынан қалғымыз келмейді. Өмірдің ағысында смартфонмен дамып жатыр ғой. Сол сияқты сіздер сияқты қатты керемет дампынан меңгермесек те, бірақ сіздерден қалмауға тырысамыз. Бізде өмірдің ағысынан қалғымыз келмейді. Сонда зейнеткерлер айтады, расымен үкімет бізге осындай мүмкіндік берген кезде біз өзіміздегі бойымыздағы бар күш-қуатымызды, білетін ұлттық өнерімізді, ұлттық құндылықтарымызды біз балаларға мұра қылып қалдырып кетпейміз бе? Біз өзімізбен бірге алып кетеміз бе? Мысалы, жаңағы киіз басу, алаша тоқу, кілем тоқу, жүн үйіру, мысалы тоқыма тоқу, кесте тоқу, кесте тігу, мысалы, оны сіздер білмейсіздер. Сіздердің ата-аналарыңыз да білмейді, білсе сіздердің әжелеріңіз білетін шығар. Міне осындай қол өнерімізді, ұлттық құндылықтарымызды балаларға үйретіп кетсек деп, көптеген әжеден қалған асыл мұра,
жаңағы ертегі оқу алаңы, жаңағы балалардың демалыс лагерлеріне де шығады ғой. Сол кезде біздің ата әжелеріміз ұлттық киіммен барып жас балаларға ертегілер оқып береді мысалшы. Қалталарында обязательно мәпәсилер жүреді, балаларға ұсынады, тіл алмай бұзық болып бара жатқан балаға мысалшы. Соң қол өнерімізді үйретеді, шеберлік сабақтарын өткіземіз. Керемет біздің таным, ұлағат деген мықты күшті біздің әдебиет клубтарымыз бар, әдеби клубтарымыз. Сол клубтардың біреуінде Алданыш ағамыз кеше ғана 111-ші мынау жаңа типовой мектеп бар ғой, сол мектепте қазір кім ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан деген үлкен әдемі бір ашық сабақ өткізді. Қандай балалар сондай ынтаменен сабаққа атсалысып, бұл кісінің сұрақтарына мен қазір балаларға таң қалдым. Қысқа нақты жауап беріп отыршы. Сондай керемет біз андай бүгін аға айтып жатыр ғой, мен бір керемет Ләззат Дүйсебаевна бір рахаттанып демалып ұйықтаптын, ештеңкені білмей дейді. Мен айтамын, мен неше күннен бері енді ойлап жүр ғой, сабақ өткіземін дедіңіз, енді бір жаңағы шәкірттеріңіз өзіңізді ойыңыздан шығып керемет сұрақтарыңызға жауап бергенде бір ләззат алдыңыз ғой, керемет рахаттандыңыз деймін да. Енді сонымен әлбетте жақсы демаласыз деп жатырмын. Міне осындай біз бірнеше мектептерде мен сол кезде Сенғазинға хат жазып рұқсат сұрадым. Бізге осындай мектептерде ашық сабақтар, жаңағы тарих, мына алаштарымызды, хандарымызды, билерімізді, аналарымыздың тарихтарын тереңдетіп, осы балаларға өтеді ғой енді тарих сабағынан. Бірақ та біздің ардагер ұстаздарымыз бар, магистрларымыз бар, жаңағы керемет мұғалімдеріміз бар, сол кісілер соларға бір әдемі сабақтар дайындаса, сол сабақтарды біз мектептерде өткізсек деп едім. Ол кісі бізге рұқсат берді. Ләззат Дүйсебаевна, қай кезде болса да сіз жоспарыңызды бізге алдын ала беріңіз, қай мектепке барасыңыз, сол мектептің есігі сіздерге ашық, ардагер ұстаздарға ашық. Біз сіздердің осы жастарға бізге ақылшы болып білгендеріңізді үйретуге, ұлттық құндылықтарымызды бойларына сіңіруге, мысалы жаңағы тоқыма үйретсек те, бір жарты сағат болса да бала, құрақ тігуді үйретсек те, бір жарты сағат, бір сағат болса да мына смартфоннан аластап, кішкене болса да қол өнерге, кішкене болса да көңілім бұрады. Сосын сабаққа мысалы осындай сабақ өтейін деп жатыр деп алдын ала айтамыз ғой, соған дайындалады. Мынау қандай жаңағы библиотекаға барып ашып қарап кітаптарды ізденеді. Бүгін мысалы Бөкейхан туралы не айтуға болады, осындай сұрақ келсе қалай жауап беремін деп. Бұл да жақсы ғой енді. Бір сарынды жаңағы сабақтан гөрі бұл кісілер өмірде алған тәжірибесі көп, сабақтарды түрлендіріп өткізеді. Мысалышы, мен өзім де мұғалім болдым, біздің кезімізде карточка беріп балаларға, ол кезде қолдан жасаймыз, наглядный пособие бәрін беріп, бір сабақта бір ғана оқушыдан ғана мектептің жаңағы үйге берген тапсырманы емес, бірнеше оқушыдан сұрау үшін 10 карточканы беріп лақтырып тастап, мысалы бір сабақта 10 балаға бірдей баға беріп шығамыз. Мысалышы, қарап отырмайды. Сонда балалар жаңағы мектепте қалай сабаққа белсене араласып отырады. Сол сияқты бізде сіздерменен белсенді болғымыз келеді. Күміс волонтер деген шошымаңыздар, волонтер деген бір мезет қол ұшын беру. Міне осы кісілер бір сабақ өткізсе де, соны әдемі қылып өткізеді. Міне сондықтан да сіздерді шақырамын, жастар, волонтер болыңыздар. Қазір бала кездеріңізден мейірімділікке деген жүректеріңізді ашыңыздар, мейірімді болыңыздар. Қоғамда біреуге болса да қолғабыс тигізіп, орын берсеңіз де, болмаса бір балаға жол көрсетсеңіз де, бір үлкен кісіге орын берсеңіз де, осындай әр күндік қадамыңды, әр күніңді бір мейірімді іс істеуге өздеріңізді солай қалыптастырыңыздар қоғамда. Мейірімді болайық. Жақсы. Рахмет. Бізде енді уақытымыз да ғой. Енді үлкен апайларың үлгісін көріп отырсыздар. Жаңағы күміс жаста жүріп осындай кеше ғана 2 кездесу болды. Соның бәрін Ләззат Дүйсебайқызы ұйымдастырып, қаншама адамды алып келді. Парламенттің депутаттары, министрліктің кісілерімен мына Астанадағы құрылыс мәселесін, сапасыз құрылыстар өте көп өтірік алдап, үйлерді жаңағы өтірік акты қол қойдырып, сосын тұрған адамдардың бәрі орада зардап шегіп, қиналып жатады. Ана бизнесмен үйді тұрғызды, ақшасын алып кетіп қалды.
сондай мәселе. Сосын кеше инклюзивті орта деген мәселе. Мына безбарьерный среда дейді ғой. Мына инвалидтер бар, неше түрлі үлкен кісілер бар, көп балалы аналар, соларға қалада қалай жағдай. Соның бәрін осы кісілер көтеріп жатыр. Өте өзекті мәселе. Осындай белсенділік біз алдағы уақыт. Енді жастардың арасында да толып жатқан проблема бар. Үндемей жүре бермей, осының бәрін біз көтеруіміз керек. Біздің жалпы осы Астана онлайн жобасының өзінің мақсаты сол. Анау белсенділікті арттыру.